Сіздермен бірге сұмдық фильм арнасы. Бүгін мен сіздерге Нидиши фильміне қазақ тілінде обзор жасайтын боламын. Киноның басында Рокки, Алекс, Мэнни атты үш ұрымен таныстырады. Олардың ішінде Рокки тез арада байып кетіп, сіңлісімен бірге Детройттан Калифорнияға көшіп кетуді армандап жүрді. Ол достарынан бір аймақта көрсоқыр шалдың тұратындығын және оның қыруар ақшасы бар екендігін естіді. Олар барлау жұмыстарын жүргізіп, шалдың шынымен соқыр екендігін және бір иті бар екендігін анықтады. Ұрылар түн уақытысы бола салысымен әлгі үйге келіп, итке дәрі беріп ұйықтатып тастап үйге кірмекші болғанда, есіктің өте берік құлыптарымен жабылғандығын және қосымша есіктерде тас жабық екендігін, сонымен қатар артық қимылдаса сигнализация тұрғанын байқады. Олар біраз ойланып тұрды да Рокки шатыр жақта бір кішігірім терезе бар екендігін байқап, тез арада өрмелеп шығып, сындырып ішке кірді. Сосын әдеттегідей сигнализацияны өшіріп, қалғандарын кіргізді. Олар ақшаны іздеу барысында дыбыстардан шал оянып кетпеу үшін оның бөлмесіне кіріп ұйықтататын газ жібере бастаған еді. Шал кенеттен оянып кетті. Бастаған ісін жалғастыра алмай шығып кетуге мәжбүр болды. Олар сәлден соң ақшаны іздеуді жалғастырып, бір күдікті есікке тап болды. Бірақ есіктің берік құлыптанғаны сонша, Мэннидің шыдамы таусылып құлыпты тапаншамен атып сындырды. Алекс істердің қиындап кеткендігінен шаршап, кетіп қалмақшы болғанда кенеттен шал келіп қалды. Мэнни шалды алдаусыратып тұрғанда аяғы жерде жатқан құлыпқа тиіп кетті. Шал оның ұры екендігін тез түстіп, тез арада Мэннидің қолындағы тапаншаны жұлып алып өзін қылқындырып ұстап үлгерді. Соғыс көрген шал соқыр болса да өте мықты болып, Мэнниді жұлқылап, сенен басқа кім бар екендігін айт деп тергеуге алды. Достарын сатқысы келмеген Мэнни мен жалғызбын деп ақталып жатқанда, ойламаған жерден шал оны атып өлтірді. Қалған екеуі есі ауып не істерін білмей қалды. Шал сақтық үшін тез арада барлық есіктер мен терезелерді қосымша құлыптап, тас қылып жауып тастады. Олар жасырынып жатып шалдың сейфті ашқанын және ондағы құпия сандарды көріп қалды. Шал кеткенде Рокки сейфті ашып ақшаны алды. Ендігі қиындық олар бұл жерден қалай шығамыз деп бас қатырды. Шал қайтып келіп Мэннидің мәйітін орап жатқанда едендегі қыбдырды естіп қалып, жалғыз емес екендігін түсінді. Сол кезде Алексің телефонына хат келіп еді. Шал бір секундта атып түсіріп өзінің соғыс көрген қауіпті адам екендігін көрсетті. Сосын шал қайтадан ешнәрсе болмағандай мәйітті алып кетті. Ұрылар қашудың басқа жолдарын қарастырып жертөлеге қарай түсті. Жертөле қараңғы және түсініксіз жолдардан құралған екен. Кенеттен аяқ-қолы байлаулы бір әйел бұларға тап берді. Шалдың үйіне түскен ұрыны өлтіргені бір басқа, бірақ бұл әйелді байлап ұстап отыруы бұл адамның тегін адам емес екендігін көрсетеді. Ұрылар бұл әйел кезінде шалдың қызын байқаусызда өлтіріп қойған үшін осылай кек алып жатқанын түсінді. Сосын әйел бір сейфті көрсетті. Бағана ақшаны алған сейфтің кодын басып, олар бұл сейфті де ашып ішіндегі кілтпен байлаулы әйелді босатып алды. Әрине, үшеуі бірдей қашқаны жөн болмады. Олар байқаусызда шалға хабар беретін ескертпені басып кеткенде, шал есікті ашып қалып, ойланбастан ата бастады. Оқ тұтқындағы әйелге тиіп, ұрылар қашып үлгерді. Шал кімді өлтіргенін түсініп қайғырып жылады. Сосын шал қатты ашуланып, жертөлені құлыпты сындырып тастады. Сондай-ақ барлық жарықты да өшіріп тастады. Өзіне үйреншікті жерде шал еркін кезіп, сәл дыбыс шыққан жаққа аяусыз ата бастады. Рокки қараңғыда шалға жақындап қалғаны сонша, енді қолы тие бергенде Алекс Роккиді шақырып, шал сондағы жүгіріп кетті. Шал Алексті дереу ұстап алып қылқындырып жатқанда, ол шалдың басынан бір затпен ұрып құтылды. Ұрылар барлық жерді тінтіп, әрең дегенде шығар есікті тауып, тез арада сырттан құлыптап тастады. Бірақ бұнымен олар қауіптен арылмады. Арттарынан Ротвейлдің келіп қалғандығын байқады. Алекс итті тыныштандыруға тырысып жатқанда шал есікке жақындап фас деген бұйрық берді. Ұрылары тез арада қаша жөнеліп бір спальниге кіріп кетті. Бірақ бұл жерден ары қашу мүмкін емес еді. Терезеге қорғаныс темір орнатылған. Шалда есікті сындырып бітіп қалды. Алекс полицияға хабар берейік деді, бірақ Рокки ақшадан айырылғым келмейді деп бас тартты. Бір кезде олар вентиляциялық люкті көріп, Рокки сонда ұмтылды. Есік ашылып, ит кіріп келгенде Алекс терезені сындырып секіріп кетті. Ит вентиляцияға түсіп, Роккидің артына түсті. Рокки де баспен жерге құлап түсті. Бұл уақытта Алекс есін жиса, шал оған қарап тұрып атып жіберді. Бірақ оқ терезеге тиіп, Алекс ішке құлады. Қайта тұрып алдыға жүгіре бергенде шал алдына шығып ата бастады. Сол сәтте Алекс Мэннидің мәйітіне кездесіп қалды. Екеуі төбелесе кетіп, басында Алекс шалдың қаруын тартып алса да,
Шал күшті болып шығып, Алексті ауыр соққылармен жерге құлатып сабап тастады. Ақыры бақша қайшысымен түйреп өлтірді. Бұл уақытта Рокки вентиляциялық жолмен біраз жүріп шыға беріске жақындай бергенде шал келіп қалып ұстап алып кері тартып кетті. Есін жиса бағанаға әйел сияқты аяқ-қолы байлаулы жатқанын көрді. Шал оған осы істерің үшін сені ешқашан жібермеймін деп айтты. Ол бағанаға әйелдің орнына енді сен инкубатор боласың деген пиғылын көрсетті. Сөйтсе бағанаға әйел кезінде шалдың қызын байқаусызда өлтіргені үшін шал оны ұстап алып кетіп ұрықтандырып қайтадан перзент тауып бересің деп ұстап отырған екен. Сол сәтте кенеттен Алекс есін жиды, себебі бағанаға соқыр шал бақша қайшысымен Алекс емес өліп қалған Мэниді түйреген болып шықты. Алекс итті алдап бір бөлмеге қамап тастады. Жертөледе шал өлген әйелге кислота құйып мәйттен құтылды. Сосын ол тоңазытқыштағы спермасын алып Роккиге жақындай бастады. Шаруам бітті дегенде шалдың артынан соққы беріп Алекс келіп үлгерді. Оның қолына кісен салынған соң Рокки қатты ашуланып шалға көзіңді құртамын деп жатқанда Алекс: біз оның үйіне ұрлыққа түсіп қаншама қиындықтар алып келдік. Оны өлтіргеніміз дұрыс болмайды, одан да осылай байлап кетейік деп тыныштандырады. Олар үйден шыға бергенде шал босанып үлгеріп Алексің арқасынан атып жіберді. Бұл жолы ол сөзсіз өлді. Рокки көшеге шығып бар күшімен қаша жөнелді. Шал оған қарсы итін жіберді. Ротвейлер қызды қуып жете бергенде Рокки көлікке отырып үлгерді. Бірақ қолынан сөмкесі түсіп, ақша мен кілт сонда қалды. Рокки итті алдап көлікке кіргізіп айламен шығып үлгерді. Енді құтылдым ба дегенде артынан шал жүгіріп келіп басына соққы беріп қайтадан үйге сүйреп кетті. Үйге жеткен соң оны Алексің қасына тастады. Рокки Алексің пультін алып сигнализацияны қосты. Қатты дабылдан шал есеңгіреп қалғанда қыз оған гвоздодермен аяусыз жойқын соққылар жасады. Онымен қоса шал байғаузыда өзін атып жіберіп төменге құлады. Рокки шалдың өлгеніне көзі жетіп ақшаны алып полиция келгенше қашып үлгерді. Арада біраз күн өткен соң Рокки сіңлісімен вокзалда Калифорнияға баратын пойызды күтіп отырғанда жаңалықтардан шалдың тірі қалғандығын және полицияға жөнелтілгендігін көрді. Бірақ шал қыз туралы ешнәрсе айтпай, екі ұры түскенде мен өзімді қорғау үшін оларды өлтірдім депті. Қыз қатты таңырқаған күйде қарап қалды. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, қазақ тілді арналардың дамуына қолдау көрсетіңіздер.